Баршаңызға сәлем, сіздермен Мөлдір. Менің каналыма қош келдіңіздер. Жаңа видеоларды жіберіп алмас үшін каналыма міндетті түрде тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Ал бүгінгі видеода біз үй жағдайында шоколадты құрма дайындаймыз. Ораза айында әрдайым хит болған бұл тәттіні барлығы сүйіп жейді. Үй жағдайында сіз де міндетті түрде дайындап көріңіз. Ең алдымен біз құрманы дайындаймыз. Оның ішіндегі сүйегінен тазалап аламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай. Барлық құрманы тазалап болғаннан кейін біз осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай ішіне жаңғақ салатын боламыз. Мен бұл видеода грек жаңғағын қолдандым. Кез келген жаңғақтың түрі жарай береді, және де үй жағдайында кез келген құрманы қолдана берсеңіздер болады. Енді біз құрмамыздың ішіне осылай екі жағынан осындай таяқшаларды кіргізіп алатын боламыз. Бұл бізге қазір шоколадқа малып алу үшін қажет. Енді біз шоколадымызды осылай су моншасында ерітетін боламыз. Су моншасы дегеніміз осылай ыдысымызды қайнап тұрған судың үстіне қойып, осылай ерітеміз және де жақсылап араластырамыз. Шоколадымыз тез ериді. Мен бұл видеода кез келген дүкеннен табылатын Қазақстан шоколадын пайдаландым. Келесі біз ақ шоколадымызды дайындап қоямыз. Мен осылай кондитерлік қапқа салып, және де қайнап тұрған ыстық суға салып қойдым. Құрманы дайындап болғанша ақ шоколадымыз сол ыстық судың ішінде ериді. Енді біз осылай ерітілген шоколадымызды алып, мен өзіме ыңғайлы ыдысқа құйып алдым. Және де видеода көріп тұрғандарыңыздай осылай шоколадқа аунатып батырып шығамыз. Және де міндетті түрде астына фольга немесе осындай пергамент қағазын қойғандарыңыз дұрыс. Сол кезде астына жабысып қалмайды кепкен кезде. Міне біз осылай барлығын дайындап алдық. Енді бетін әсемдейміз. Мен бетін әсемдеуге осындай кокос жоңқасын пайдаландым. Және де осындай жаңғақпен әсемдеймін. Қалған бөліктеріне жаңағы ерітілген шоколадты алып, кондитерлік қаптың басын кішкене кесеміз, және де осы ақ шоколадпен әсемдейтін боламын. Сіздер басқаша өз қалауларыңызша әсемдесеңіздер болады. Құрмамыз дайын болғаннан кейін 1-2 сағатқа холодильникке салып қоямыз. Міне біздің шоколадты құрмаларымыз дайын болды. Холодильниктен алып шықтым. Міне осылай асты жабыспай, осылай қатып шықты. Енді біз осыны таяқшаларынан ажырататын боламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай таяқшаны осылай аламыз. Міне біздің өте дәмді және дәмі керемет болып шығатын үй жағдайындағы шоколадты құрмамыз дайын болды. Сіздер де міндетті түрде дайындап көріңіздер. Дастарханыңыздың сәнін келтіріп, қонақтарыңызды таң қалдырады. Қазақша каналымның дамуына үлестеріңізді қосып, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.